Құрметті достар, бүгінгі біздің кезекті эпизодтың қонағы Абай Орақбай тарихшы шежіренама жобасының авторы. Аз уақыттың ішінде, бір айдың ішінде TikTokта 7000-дай подписчик жинады осы жоба арқылы. Және де ең көп просмотр жиналған роликтерінің бірі 300-400 мың. Ал Абеке, ойлап подкастқа қош келдің. Рахмет. Қалай, көңіл-күй қалай? Көңіл-күй әдемі, күшті. Жыртамыз ба бүгін әңгімен? Қолдан келгенше айырамыз. Шежіренама жобасын қалай бастадың? Шежіренама жобасын досыммен ақылдастық, тарихты қалай жеткіземіз деп. Адамдарға тарихты қалай жеткіземіз, қалай көрсетеміз, қалай кеңінен таратсақ екен деген ой болды бізде. Соны ойландық. Қазақтың руымен, сол рудан шыққан батырларды, жергілікті, сол рудың отырған жерін, сол жергілікті тарихын көрсету мақсатында солай шежіре арқылы айтсақ кеңінен тарайды деп ойладық та. Соны бастап кеттік, нәтижесі өте күшті. Бұл идея қайдан келді вообще? Бүйтіп жарқ етіп, инсайт болып, шабыт болып? Шабыт болғанда мен жалпы өзім қазақтың шығу тегі тарих туралы кітап жазғым келіп жүр да. Жазғым келіп жүр болғанда басталып болған негізі ол. Сол кітапты бастамас бұрын мен ойландым да өзім. Бірінші халыққа былай көрсетіп көрсек қалай болады. Сонымен ойлана келіп, тарихты осы шежіре арқылы жеткізгеніміз дұрыс екен. Қазақтың тарихы анау болған, мынау болған деп айта берсек, оны көп адам тыңдамайды, қарамайды. Өзінің атасын, өзінің шежіресін, өзінің туған жерін айтсаң адамдар. Тарихи тізбегіне, тарихи тізбегіне, кім қайдан шыққан деген сияқты тегімен бүйтіп шығарып қарайтын болсақ, сол кезде адамдар көбірек қарайды екен да, тарихқа қызығушылығы оянады екен. Керемет. Тарихшы болу бұл мамандық па, әлде жан дүниеңнің қалауы ма? Негізі менің жан дүниемнің қалауы ол. Мен өзім туған жерім тарихи жерде. Қай жеріне қарасаң да, ана жер анандай, мына жер андай деген сияқты тарихы кең, өте танымал жер негізі. Сол жерде өскеннен кейін ба сол әсер етті ма білмеймін. Қай жер екенін айтып өтсең? Қазіргі Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Тұрбат деген ауылдан. Тұрбатта көптеген тарихи ескерткіштер бар. Ең үлкені Ысмайыл ата кесенесі. Ысмайыл атаның өзі Орта Азияға кең таралған тұлға. Одан кейін сол жерде Жібек жолының іздері бар. Қарауыл төбе деген, Жаумен төбе деген, одан кейін тауымыздың өзі Қосмала деген атауларымен бәрінің жеке тарихтары бар. Содан кейін сол жерлерге қарап отырып, тарихқа қызығушылығым артты да. Сонымен мен тарихты оқи бастадым, тарихты зерттей бастадым. Мектептің кезінен бастап тарихты оқып кеттім мен. Керемет. Қазіргі Қазақстанның тарихы қанша уақытқа дейін созылады? Қазіргі Қазақстанның тарихы негізі мәке бұл жерде қанша ғасырдан бері жалғасып келе жатыр? Қанша ғасырдан болғанда бізде ең алғаш бізде жазбаша деректер негізі өте аз, жоқ десек те болады. Бізде қазір археологиялық зерттеулер бойынша шыққан біздің Қазақстанның жеріндегі археологиялық зерттеулерден табылған мұралардың арқасында біз тарихты зерттей алып жатырмыз да. Соның ең ежелгісі Ботай мәдениеті екен. Ботай мәдениеті осы біздің заманымыздан бұрынғы 3,5 мың жыл бұрын пайда болған дүние екен. Алғашқы жылқыны қолға үйреткен, көшпелі мәдениетті қалыптастырған, мал шаруашылығын дамытқан Ботай мәдениеті болып есептелінеді екен. Ботай мәдениетінен кейін Ботай мәдениеті жалпы негізі тас-мыс дәуіріне жатады да. Тас-мыс дәуіріне жатады. Ботай мәдениетінен кейін бізде қола дәуірінде тарих үзіліп қалған ба дей жоқшы. Қола дәуірінен табылған заттар бар, бірақ нақты зерттелмеген. Ал ол қола дәуірінен кейін темір дәуірі кезінде уже бізде сақ дәуірі басталынады. Сақ дәуірі. Сақ дәуірі біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда. Мен өзім сақтардан бері ғана информация бар да, миымда ақпарат. Көп жерде сол сақ дәуірі жалпы бізде Қытай жазбаларында кездеседі, парсы жазбаларында кездеседі. Оны даже Геродоттың өзі жазып кеткен сақтар туралы. Олар Европаға да барған, парсыларға да барған, қытайларға да барған. Томириспен тарих бар. Томириспен ең атақтысы сол жаңағы Кир патша мен Томиристің соғысы. Ең атақтысы. Біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасыр, біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасыр аралығында сақтар
өмір сүрген біздің қазақ даласында. Осы мемлекеттердің ішінде ең ықпалдысы қайсысы? Бұл мемлекеттердің ішінде ең ықпалдысы осы бастапқысыдағы сақ тайпасы деп айтылады. Әртүрлі сақтармен айтылады олар. Тиграхауда, Жетісу сақтары деген сияқты. Одан кейін ең ықпалдысы осы. Одан кейін Үйсін мемлекет құрылған біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда. Ол да өзінше ықпалды, себебі бұл шығыстағы хан империясына кәдімгідей өктемдігін жүргізген. Осы Орта Азиядағы жібек жолы, сауда керуендері деген сияқты соларды басқарған халық ықпалдысы. Әр дәуірдің өзінің ықпалдылары бар. Содан кейін Ғұн империясы құрылады. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда Ғұн империясы құрылады. Бұл Ғұн империясы біздің қазіргі қазақ даласының орталығы мен батысы, солтүстігі және шығысы. Неге дейін? Қазіргі Корея, Атлант мұхитына дейін. Үйсін Тынық мұхитына дейін деген ғой. Тынық мұхитына дейін созылған. Үйсін мемлекеті сонда ғұндардан ары болып тұр ғой, иә? Сақ тайпасынан кейін Үйсін мемлекеті біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда пайда болғанда, біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда Ғұн империясы құрылған. Бірақ бұл аралығында Үйсін мемлекеті бір рет құлдырағанда жеңілген соғыста. Оны қазір парсыларға кіріп кетті, болмаса Индияға, Европаға кетіп қалды дейді, анау ұмытып тұрмын. Соғыста жеңілген. Сөйтіп Үйсін мемлекетінің тақ мұрагері, жаңағы ханзадасы дейді ғой, соны Ғұн империясының патшасы өзі асырап алған. Содан қайтадан Үйсін мемлекеті қайтадан қалыптасады да біздің заманымыздағы 2-ші ғасырға дейін өмір сүреді. Үйсін мемлекеті. Жақсы. Қазақ халқы осы мемлекеттердің мұрасы ретінде нені сақтай алды? Қазақ халқы бұл Ғұн империясында сақтардан, жаңа Үйсін мемлекетінен көшпелі мәдениетті сақтады. Бірінші, одан кейін мал шаруашылығы, оларда егін шаруашылығы да болған жақсы. Оңтүстік жақтарында. Қазақстанның қазіргі оңтүстік жақтары, осы Жетісу, Түркістан облыстары, Жамбыл облыстарында егіншілігі де бар олардың. Одан кейін бізге бір қызығы жаңа ботай мәдениет дедік қой ең алғаш. Сол ботай мәдениетіндегі үйлерде пеш болған ғой. Сол үйдің ортасында пеш болған. Қазір бізде киіз үйдің ортасына қойып отырады ғой. Түндіктен шығып кетеді. Мұржа. Сол жерден оларда да сондай пеш болғанда, бірақ олардікінің бір артықшылығы жылы еден болған екен. Жылы еден? Иә. Қазір оны археологиялық зерттеулерде қазіргі Қызылжар өңірі, Петропавл облысы. Петропавл облысы емес, Петропавлдың маңында, солтүстік Қазақстанда. Сол жердегі неге барып көрсеңіздер болады. Археологиялық зерттеулерде кәдімгідей жылы едендері бар, ағаш төсектерде жатқан, киімдері, шалбарлары теріден істелінген, қайыс ремендері, барлық нәрселері қазір сақталған. Кәдімгі шықты. Ол біздің заманымызға дейінгі 3,5 мың жыл бұрын пайда болған дүниелер. Ол сол кездегі жаңағы жылы едендер бұл Ғұн мәдениетінде де, сақ мәдениетінде де, кейін бертін келе түрк қағанатында да, түркіш қағанатында да, қазіргі Тараз қаласында, Түркістан қаласында барлық жерлерде жылы едендер, жаңа канализациялар, нелерге су кірген, су жолдары барлығы археологиялық зерттеулерде шығып тұр ғой. Ол сол кезде дамыған да. Ру тайпалардың мемлекет құруы бұл кездейсоқтық па, әлде заңдылық па? Кездейсоқтық емес, бұл заңдылық қой. Құрады. Қыпшақ хандығы бар бізде, Найман хандығы, Керей хандығы, Қаңлы деген мемлекеті болған. Ол жаңағы Үйсін мемлекетімен бірге құрылған мемлекет. Бірге құрылған. Одан кейін Онақ мемлекеті деген бар. Үйсін мемлекетінен кейін қазіргі дулаттар дейді, бірақ ол кезде дулу тайпасы, бірақ дулат қой сол. Дулаттың төрт тайпасы бірігіп Онақ мемлекетін құрған екен Үйсін мемлекетінен кейін. Үйсіндерге қандай тайпалар жатады? Мысалы, Албан жатады, Үйсіндерге? Албан кіреді, Үйсінге. Үйсіннің ішінде. Өзі, олы жүзді 2 ру. Үйсін Қаңлы деген. Үйсін Қаңлы, иә. Бірақ Қаңлы кішкене үлкендеу. Иә. Жас жағынан да, не жағынан да, құрылымы жағынан да. Үйсін содан кейін, бірақ Қаңлыдан басқа ол жүздің барлығы сол Үйсін тайпасына кіреді ғой, ол жүздердің барлығы. Бір ру тайпа бүкіл мемлекетті басқара алды ма, әлде бірнеше рулардың жаңағы несі қажет болды ма, біріккендігі? Бір ру мемлекетті басқарған жоқ. Билікте бір ру отырған болуы мүмкін, бірақ бір мемлекеттің құрылуына бірнеше тайпалардың бірігуімен мемлекеттер құрылған.
Бірлікте дейсің ғой. Бірлікте болған барлығы. Ешқайсысы мысалға үйсін мемлекеті құрылған кезде басқа қазіргі біздің басқа рулар басқа жақта жүрген жоқ. Барлығы бірге болды. Бірге болды, иә. Ғұн империясы құрылған кезде де барлығы бірге болды. Тек қана қаңлылар ғана, бірақ қаңлының өзінде де қазіргі біздің орта жүз бен кіші жүздерінде несі болуы мүмкін. Ықпалы ма? Қазіргі заманғы жастар осы ру тайпалардың тарихын не үшін білуі керек деп ойлайсың? Қазіргі жастар ру тайпаларды білуі, өзінің тарихын білуі ең маңыздысы. Одан кейін бізде ең үлкен біздің дәстүрімізге, қанымызға сіңгені жаңа қыз алу, қыз беру деген мақсаттарда сол кезде жеті атадан шатаспау үшін, қанның тазалығы үшін, ұрпақтың саулығы үшін, сол үшін маңызды оны білу. Бірінші жаңағы ұрпақ мәселесі, екінші тарихты ұмытпау үшін керек ол. Ол тарих бізде русыз, несіз, тайпасыз бізде тарих жоқ, барлығында румен байланысты барлық тарих. Үйсіндер деген кім? Давай үйсіндерге оралсақ, олардың шығу тегін айтып берсең. Үйсіндердің шығу тегі осы сақ тайпасынан алынады. Тиграхауда сақтарынан деп те келеді, болмаса осы жетісу сақтары деп айтылады. Не керек? Сақ тайпасынан кейінгі үйсін мемлекеті. Үйсін мемлекеті жаңа айттық қой, біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда құрылып, біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда 500 жылдай өмір сүрген екен. Мемлекет өте үлкен, ықпалды. Жері де үлкен, халқы да 100 мың атты әскері болған екен сол заманның өзінде. Мықты 100 мың деген кәдімгідей ғой. Иә, ол қазірдің өзінде 100 мың әскер деген оңай әскер. Оңай нәрсе емес. Үйсіндер мен қытайлардың қарым-қатынасы қандай болды? Үйсіндер мен қытайлардың қарым-қатынасы негізі жақсы болды. Себебі үйсін мемлекетінің кезеңінде қазір сол замандағы жібек жолы, сауда жолдары ашылды. Сол жібек жолдың дамуына, жаңа батысқа, Европаға, қазіргі таяу шығыс деп айтады ғой, Шам елдері, араб мемлекеттері, Африкаға өтуге бірден бір ықпал еткен, бірден бір сол жолды басқарған үйсін мемлекеті негізінен. Жібек жолы. Жібек жолының билеушілері. Ғұндар түркі халқы ма? Ғұндар, әрине түркі халқы, бірақ шығыс ғұндары кейін батыс ғұндары болып бөлініп кетті олар. Бұл мәселе жайлы тарихшылар арасында дау бар ма? Ғұн империясында дау жоқ. Сақ тайпасында кішкене дау бар. Сақтарды біресе парсылар дейді, біресе түркілер деп айтады. Нақты ешкім кесіп айта алмайды да. Бірақ бәрі түбі сол саққа барып тірелеміз. Скифтар деп айтады ғой. Европалықтар айтады скифтар деп. Европалықтар скифтар дейді. Скифтар деп айтады. Мөде ханның империясын қалай бір ортаға жинаған туралы айтып берсең. Мөде хан бұл жерде Ғұн империясы құрылатын кезде тайпалық одақ болды ғой. Сол тайпалық одақты біріктіре алғанның арқасында, ол бір тудың астына жинай алғанның арқасында ол үлкен қолбасшы бола білді. Нақты Мөде хан туралы мынандай деген сияқты деректер өте аз негізі. Аз, өте аз. Бізде Шыңғыс ханның империясы құрылғанға дейінгі тарихтар негізі аз. Біз оны көбісін археологиялық зерттеулер бойынша біліп жатырмыз. Сол заманның Шыңғыс ханы ғой примерно. Жобамен. Шыңғыс ханның өзін айтады ғой, Мөде ханның несімін, мұрагерімін деп. Шыңғыс хан өзін солай есептеген екен. Сөйтіп есептеген бе? Мөде ханның. Одан кейін тағы бір сонда Мөдеден кейін хан бар. Сол екі ханның мұрагерімін. Солардың жаңағы құрған империясын, солардың билеген жерлерін қайтарып алу мақсатында шыққан деп айтады. Жақсы. Ғұндардың Қазақстан аумағымен байланысы қандай болды? Негізі Ғұн империясы құрылған кезде қазіргі шығыс Қазақстан, Алтай өңірлерінде құрылды ғой. Содан қазіргі Мажарстан дейді ғой, Венгрия. Сол жердегі Дунай өзеніне дейін батысы, шығысы неге дейін қазіргі Қытайлардың астанасы Бейжіңге дейін созылған. Қытай қорғанында сол кезде салынған, ғұндардан қорғану үшін. Қазақтың жерінде құрылды, қазақтың жерінде басқарылды. Одан кейін Ғұн империясы екіге бөлінді, батыс ғұн, шығыс ғұн болып. Шығыс ғұндар көп өмір сүремеді, батыс ғұн қазіргі біздің Қазақстанның жері. Біздің қазіргі Қазақстандағы 300-дің құрамындағы жерлері, тайпалар. Атилла ханның ғұндармен байланысы шындық па, миф па? Атилла ол Еділ қаған Ғұн империясының батыс Ғұн империясының билеушісі болды ғой ол. Ол Европаға қарай шабуыл жасады. Ол кішкене Рим империясын
басып алуға кішкене қалған кезде жаңағы қастандықпен бірдеңемен Улберг өлтірілді деген тарихта солай жазба бар. Атилла қайтыс болғаннан кейін ғұндар қайтадан осы Орта Азияға, қазақтың жеріне қайтты да Атилланың өзінің тайпасы, өзінің әулеті қазіргі Мажарстанда қалды. Венгрияда. Қазіргі Венгрия негізі ол ағылшынша болмаса Европаның мемлекеттері оны Хунгария деп айтады әлі күнге дейін. Хунгария деп айтады. Сол Атилладан қалған ұрпақтар сол қазір. Әбеке, қаңлылар кімдер? Қазақтың қай руымен байланысты қаңлылар? Қаңлылар қазіргі біздің ұлы жүздің құрамындағы қаңлылар. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда қаңлы мемлекеті болып құрылды. Қазіргі Арал, Түркістан қаласы, солтүстігі батыс жағы Арал қазіргі Арал теңізі бар ғой. Арал теңізі оңтүстікке қарай Өзбекстан, Ауғанстанға дейінгі жерлерде билік құрылған мемлекет. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда құрылып, біздің заманымыздағы 2-ші ғасырға дейін өмір сүрген мемлекет екен ол. Мен бір жерден естідім, Османдар Каи тайпасы ғой. Сол қаңлы деп естідім. Қаншалықты шын? Олар кәдімгі сол кездегі қаңлы тайпасы, бірақ олар 9-шы ғасырда құрылған Оғыз қағанаты бар. Сол қаңлы мемлекетінің орнында құрылған 9-шы ғасырда. Сол Оғыз қағанатында анау кішкене әлсіреп билік күйреп тұрған кезінде Селжүк мемлекеті құрылады оңтүстік жағында. Қазіргі Иран жерінде Селжүк мемлекеті құрылады. Ол Селжүк мемлекеті сол жерде оларды әлсіреп күйрей бастағаннан кейін Селжүк мемлекеті қазіргі Түркия Анадолы жеріне көшіп барады. Анадолы жеріне көшіп барады. Ол содан кейін біраз уақыт өткеннен кейін Шыңғыс ханның шабуылы кезінде жаңағы Осман империясының негізі құрушысы Ертоғырыл деп айтады. Киносында да несінде. Сол Ертоғырылдың әкесі Сүлеймен Түркістан қаласының әкімі болған. Мен де соны естідім. Түркістан қаласының әкімі болған. Шыңғыс хан шабуыл жасаған кезде ол сол кездегі Селжүк мемлекетіне көшет жер аударылады. Селжүк мемлекеті оны өзінің оңтүстік батыс жағына сол жаққа қарай көшіреді ол кісі. Шекара жаққа. Ан жақтан себебі крест жорықшылары да келіп жатқан кезеңдер ол кезде. Сол жақта шекараны бақылайтын деп құрған. Одан кейін Селжүк мемлекеті ыдырайды. Сол жаңағы Сүлеймен, Ертоғырылдың әкесі, сол Түркістан қаласындағы қаңлы руы, қаңлы Қайы тайпасынан. Сол кісі Селжүк мемлекетінің батысына қарай барып, одан Анадолы жеріне өтіп, сол жерде Ертоғырыл жаңағы кішкене мемлекет тайпасын күшейте бастайды. Ол жерде үлкен қаңлы деген базар құрады ол кісілер. Үлкен қаржылық жағдайлар көтеріледі. Сөйтіп Ертоғырылдың баласы Османлы сол жерде мемлекет құрады. Оның Селжүк мемлекетінің өзі де негізі сол кездегі қаңлылар. Қаңлылар ма? Оғыз 9 тайпалы Оғыз деп айтады ғой. Сол Оғыздан шығып барған қаңлылар ғой. Сол қаңлы жеріндегі қаңлылар сол барлығы сол бір. Қаңлы мемлекеті ғұндармен қалай өмір сүрді? Империясымен қалай қатар өмір сүрді? Қазіргі Қазақстанның жерінің оңтүстік жағында қаңлы мемлекеті, солтүстік жағы батысы, шығысы ғұн империясының жері ол. Көрші мемлекеттер. Көрші мемлекеттер, шекараласып жатқан. Біздің қазіргі орта жүз, кіші жүз дегендеріміз сол кезде ғұн империясының құрамында болған екен. Өткенде Мамбек Әбдәкімов айтты ғой. Ғұндардың негізгі ұрпағы арғындар деді ғой, арғын деді ғой. Арғындар. Қаңлылардың мәдени мұрасы осы күнге дейін жетті ме? Қаңлы мәдени мұрасы біздің қазіргі музейде де археологиялық қазбалардан да табылып жатыр. Киімі, сауыттары, ат әбзелдері, қылыштары барлығы табылды. Өте дамыған, өте күшті. Олар арбамен көшіп қонуды ойлап тапқан деп деректерде айтылады. Сол арбаны ойлап тапқан үшін қаңлы деп аталынған, қаңқан дегеннен деп. Бірақ нақты деректі білмеймін, шын қалай аталған. Түрік қағанаты үлкен мемлекеттердің бірі, ірі мемлекеттердің бірі. Ол қалай пайда болды? Түрік қағанаты бұл жалпы уже бергі жақ қой. Біздің заманымыздың 6-шы ғасырынан
4 ғасырда ма қай болсын примерно сол иә примерно сол уақыттарда түрік қағанаты құрылды. Ол түрік қағанатының құрылуы қазіргі Қытайдағы манжурлар деп айтады ғой. Ол манжурлар біздің Алтай жақты билеп отырған кезең екен. Сол жерде жаңа Ашен әулеті деп айтады. Темір кенінде жаңа темір өндірген деп айтады. Сол жерде 500 үйлі Ашена тайпасы деп айтады. Солар темір өндіріп отырып жаңағы манжур мемлекетіне салық төлеген екен сол кезде. Сол жерден күшейіп, манжурларды жеңіп, сол жерден қайтадан ғұн империясы ыдырағаннан кейінгі тайпалардың барлығын біріктіріп, түрік қағанатын құрған екен. Содан олар біздің заманымыздағы 7 ғасырға дейін өмір сүрген түрік қағанаты. Олар да жаңағыдай батыс түрік, шығыс түрік болып бөлініп кетті. Бумын қаған мен істемі қаған, бұл екі есімнің тарихтағы рөлі қандай? Жаңа айттым ғой, бұл сол замандағы жаңағы басшылардың, мемлекет құрған адамдардың тарихы өте аз да. Тек қана осындай мемлекет құрған екен, осындай мемлекетті осындай уақытта басқарған екен деген ғана деректер бар бізде. Нақты мемлекетті құрған кездегі деректерін білмейді. Тек мен мемлекеттердің жаңағы мәдениетін, тыныс-тіршілігін, жаңағыдай мал шаруашылығы деген сияқты нәрселерін жақсы білемін. Қалай құлдырады анау енді оны құлдыраған кезеңдерін айтпай ақ қоя салайық. Қиындау емес, жалпы ішкі алауыздықтан біздің қай мемлекет, осы қазақ жерінде құрылған қай мемлекетті алсаңыз да барлығы сол таққа талас ішкі алауыздықтан құрылмай кеткен мемлекеттер ғой. Барлығы. Батыс және шығыс түрік қағанаттарының айырмашылығы неде болды? Біз бағанан бері айтып жатырмыз ғой. Екіге бөлінген батыс және шығыс деп. Батыс және шығыс болып бөліну себебі ең бірінші. Түрік қағанаты қазіргі жартылай арал Қырым бар ғой Украинада. Сол жерге дейін созылған, шығысы Тынық мұхитына дейін созылған, қазір Кореяға дейін, теңізге дейін шыққан. Ең басты мәселесі салық жинау, басқарылуы сол жағынан қиын болған екен өте. Содан билік әлсіреген болуы мүмкін. Содан батыс және шығыс болып, жаңа ғұн империясы сияқты екіге бөлініп кетті. Бұл жерде де тайпалардың, рулардың ықпалы бар, конечно. Қазіргі түрік қағанаты қазіргі шығыстағы біздің туысқандарымыз, жоңғар, моңғол, қидан деген сияқты, Тува деген халықтар бар ғой бізде. Иә. Солар шығыс түрік қағанатына кіреді. Батыс түрік қағанатына біздер қазақтар, өзбектер, башқұрт, Әзербайжанды солардың барлығы кіреді. Түргештер. Түркеш қағанаты Жағы түрік қағанатының мұрагерлері ме? Түркештер түрік қағанатының мұрагері болып саналмайды негізі. Түркештер бұлар ұлы жүздер, қазіргі ұлы жүздердің құрған мемлекеті ол. Түркеш қағанатының тарихында Түркеш қағанатында құрған дулаттар екен. Дулаттар? Бірақ ода Сары Үйсіннің де ықпалы қаттырақ жүрген. Түркеш қағанаты жүрген. Түркеш қағанаты қазіргі сол замандағы таң мемлекетімен шекаралас болған және таң мемлекетіне жалпы ықпалын жүргізген мемлекет ол да. Өте күшті мемлекет болған. Олардың да әскері, атты әскерлері өте мықты болған. Сары Үйсін мен Дулаттың екеуінің арасында келіспеушілігі болған. Сары Үйсінді қазір Түргеш деп айтады ғой. Сары Үйсіннің тағы бір аты Түргеш. Сонымен Дулатты құлатады Сары Үйсін. Сөйтіп тақты алады. Бірақ Түргеш қағанаты әлсірейді да, Қытайдың ықпалымен ол да құлайды. 9 ғасырда құлайды Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты арабтардың басып кіруіне қалай төтеп берді? Түркеш қағанаты ол кезде уже құлап болған. Ол кезде уже құлап болды. Оның орнына Қарлұқ мемлекеті құрылды. Қарлұқтың басы, Қарлұқ мемлекеті құрылған. Жалпы арабтармен негізі соғысқан деп айтады, біреулер соғыспаған, негізі соғыспаған. Араб халифаты келді, олармен бірігіп, негізі Қарлұқ мемлекетімен арабтардың арасында келісім болған. Біз сендерге тиіспейміз, арабтар айтады, біз сендермен соғыспаймыз, біздің мақсатымыз Қытай. Қытайдың әскері келеді шығыстан, қазіргі Тараз жері, Атлақ деп айтады ғой. Тараз жері,
сол жерде екеуі соғысып жатқан кезінде Қарлұқ мемлекетінің әскері, Қарлұқ мемлекеті ол жерде бақылаушы болған негізі басында. Сосын олар қазіргі сол кездегі араб халифатына қосылып, екеуі әскерін біріктіріп таң мемлекетін қуып шыққан. Содан ол жерде ол исламның тарауы ғой. Араб халифаты келіп бұл жерге мемлекет құрған жоқ, өздерінің жері қылып санаған жоқ. Тек жаңағы Қарлұқ мемлекетінің қалыптасуы, Қарлұқ мемлекетінің нығаюына өте үлкен әсер етті сол оқиға. Сұлу қағанның арабтарға қарсы жорықтары бар дейді. Ол туралы не дейсің? Бұл туралы Сұлу қағанның арабтарға қарсы жорықтары дегенді мен нақты білмеймін, бірақ бізде анау моланы, қабірді, зиратты қатты қадірлейді ғой қазақтар. Арабтар байқамай қазақтың сол замандағы қазіргі қазақтардың моласының үстінен байқамай өтіп кеткен екен, басып. Соны көрген, соны естіген жаңа Сұлу қағанның әскерлері болсын, солар арабтарды негізі сол кезде қырып тастаған екен олар. Сол кезде арабтар айтқан екен, біз білмей қалдық деп кешірім сұрағанда болуы мүмкін. Сол кездегі диалогтан кейінгі екеуінің бірігуі Қытайларға бірге қарсы таң мемлекетіне. Қытай жоқ қой өзі таң мемлекеті. Түсінікті. Одан кейін уже жаңа ислам келіп жаңа таң әскерімен соғысқаннан кейін билікке жаңа қараханиттер келеді Қарлұқ мемлекетінде. Қараханиттер? Қараханиттер, иә, уже Қарлұқ мемлекеті автоматически қарахан мемлекеті болып аталады. Қарахан болып өзгертіледі. Қарахан мемлекеті болып аталып кетеді. Қарлұқ қағанаты қазақ халқына қандай да бір қалыптасуына ықпал етеді ме? Қарлұқ қағанатының қазіргі қазақ халқына қалыптасуына ықпал еткен жоқ. Қарлұқ қағанаты құрылған кезде Қарлұқ қағанатының алдындағы түркеш қағанаты Қарлұқ қағанатының құрамына кіріп кетті. Одан кейін қазір Қарлұқ диалекті деген бар. Қазіргі Өзбекстан, Ұйғыр мемлекеттері қазір солардың тілдері Қарлұқ диалектісіне жатады. Ал біздің қазақтардікі Қыпшақ диалекті. Ол кезде бізде уже Дешті Қыпшақ хандығы болды. Қарлұқ қағанатының кезінде Дешті Қыпшақ даласы болды бізде. Дешті Қыпшақ қағанаты болып құрылған кезеңдер. Қара қытайлар бұл кімдер? Қара қытайлар дегеніміз бұл... Шынымен де қытайлар ма олар? Қара қытайлар дегеніміз бұлар Қытай емес. Оны біздің қазіргі осы Жетісу өңіріндегі қазақтардың атауымен қара қытайлар болған шығар. Қара қытайлар дегеніміз қазіргі орталық Қытайдағы сол кезде Қидан мемлекеті, Қидан тайпасы. Олар да түрік тайпасына кіреді. Да? Олар да түрік тайпасына кіреді. Олар жаңа манжурлардың шабуылынан, манжурлардың қыспағынан олар батысқа қарай түркеш мемлекетіне қосылған тайпа. Түркеш мемлекетіне қосылған тайпа. Бұл жерде түркеш мемлекеті әлсіреп Қарлұқ мемлекеті құрылады. Қарлұқ мемлекетінен кейін Қарахан мемлекеті құрылады. Қарахан мемлекеті мен Қарлұқ мемлекеті негізі бір екеуі. Просто атаулары ауысып, биліктегі адамдар ауысуы мүмкін. Түркеш қағанатының құрамына кірген Қидан тайпасы кейін Қарахан мемлекеті әлсірегеннен кейін, Қарахан мемлекеті күйрей бастағаннан кейін соның орнына Батыс Ляо мемлекетін құрған. Қидан тайпасы. Шығыстан қазіргі орталық Қытайдан, қазіргі Монғолияның оңтүстігі, қазіргі Қытайдың орталығындағы Қидан тайпасы ғой, Қидан мемлекеті. Қара қытайлар қазақ даласын қалай бағындырды? Қара қытайлар қазақ даласын бағындырған жоқ олар. Бағындырған жоқ па? Тек олар келіп жаңа мемлекеттер құрылып, мемлекеттер әлсіреп жатқан кезде олар билікке отырды сол жерде. Батыс Ляо мемлекеті. Қара қытайлар, Қара Қытай мемлекеті деп айтылады. Олардың дін саясаты қандай болды? Мұсылмандарға деген қарым-қатынасы? Олардың дін саясаты негізі исламға олар жақын болған жоқ негізі. Бірақ олар әртүрлі дін ұстанды. Олар тәңіршілдер де болды, буддистер де болды олардың ішінде. Негізгі халқы ислам дінін ұстанды әрине. Біздің қазақ даласына 8-9 ғасырда осы оңтүстік жағында, оңтүстік Қазақстанда уже ислам мемлекеті құрылып болған. Ислам дінін қабылдап болған қара халық. Ислам мемлекетіне біз өтіп болғанбыз ол кезде. Қара Қытай мемлекетінің аяқталуы неге байланысты? Қара Қытай мемлекеті Батыс Ляо мемлекеті Шыңғыс хан Найман хандығын бағындырады ғой. Сода Күшлік деген ханзадасы келіп, Батыс Ляо мемлекетінің патшасын өлтіріп таққа отырады. Күшлік ханды қуып келген моңғол әскері Қара Қытай мемлекетінде, Батыс Ляо мемлекетінде басып алады.
моңғол империясы басып алды. Түсінікті. Моңғол империясы деген жоқ қой негізі. Шыңғыс хан империясы ғой. Сенің ойыңша Шыңғыс хан жаулаушы ма или біріктіруші ма? Шыңғыс хан жаңа басында айттық қой, жаңа мүденің жаңа тағы да сондай сол сияқты ұлы қолбасшылардың, патшалардың мұрагерімін деп өзін есептеді. Бытырап кеткен, тоз шығып кеткен түрік тайпалардың басын біріктіруші ғой. Біріктіруші. Ол жаулаушы емес негізі. Басын біріктіруші адам, тұлға үлкен. Біздің осы 2-ші мыңжылдықтың адамы ғой ол. Басты адам болып қалыптасты, тарихта солай қалды. Одан үлкен адам жоқ. Қазақ жерлері моңғол жаңа шапқыншылығы қалай ұшырады? Бұл жерде Шыңғыс хан өзін хан қылып жариялағаннан кейін түрік тайпаларының барлығын өзінің құрамына бағындырды ғой. Өзінің бір туының астына біріктірді. Ол кезде Найманмен де соғысты, Қыпшақпен де соғысты, арғындармен де. Бірақ Қоңырат тайпасы Шыңғыс хан мемлекетіне негізі бірден қосылған, соғыспай. Құдалары ма сондай бірдеңесі бар шығар. Әйелі, мамасы да Қоңыраттың қыздары. Мамасы да Қоңырат, сондай болған шығар. Ал ол кезде Шыңғыс хан жаңа біздің қазіргі Жетісу өңірі, жаңа Түргіш қағанатының орны жаңа Қарақтай мемлекеті дедік қой. Батыс Ляу. Оны жаңа күшіліктің жаңа қателігінен соғыс болып, оны басып алды. Одан кейін Хорезмшах мемлекеті болды. Біздің қазақ даласында. Ол Хорезмшах біздің орталық Қазақстанға дейін және батыс Қазақстан, қазіргі Маңғыстау өңірі, Түркістан облысы, сол жерлердің барлығын, қазіргі Өзбекстан, Иран, сол жерлердің барлығын Хорезмшах мемлекеті билеген сол заманда. Енді ол жаңа тарихта бізге келтірілген, жаңа Қайыр ханның жаңағы Шыңғыс ханның 500 саудагерінің басын алды, дүниесін тартып алды дегеннен шпион деп. Содан шпион деп, жаңағыдай тыңшылар деп соларды басын шапқаннан кейін Шыңғыс хан сол жаңағы 500 саудагерінің кегін алу үшін сол кездегі Хорезмшах мемлекетіне шабуыл жасайды. Бірақ бірінші отырарды басып алды. Бірінші отырарды басып алған жоқ, ол 3-ке бөлді ғой әскерін. Бірінші Ташкент маңынан барды, бір бөлігі отырарға барды. 3-ші бөлігі жаңа Хорезм. Жоқ, олар осы шекарадан осылай кірді ғой. Хорезм, жаңағыдай Самарқанд, Ташкент, Самарқанд, Отырар деген сияқты қалалардан бастап солай қоршап кірді. Одан Хорезмшах қорқып қашты ары қарай. Қарсылық танытқан жоқ. Баласы да қашты. Баласы. Негізі баласы қашпайтын еді. Баласын биліктен алып тастады да, сонымен ары қарай өзінің кіші баласын қойып, ары қарай қашып, сонымен соңында Хорезмшах мемлекеті түгелдей Шыңғыс ханның несіне кірді. Одан кейін бізде Шыңғыс хан келіп отырарды қиратып тастады, кітапханасын өртеді дегеннің оның барлығы өтірік. Шыңғыс хан ешқандай қаланы қиратпаған, ешқандай қалаға тиіспеген. Ол қалай тиіседі? Ол жібек жолын, сауда жолдарын басқарып отырған қалалар болса, экономика, налог жағынан жаңағыдай салық төлеп отырған, экономикаға үлкен ықпал етіп отырған қалаларды қалай қырып тастайды ол? Қырмайды. Ол ойлансаң да қырғын келсе де қырамайтын қалалар ғой негізі. Сонда азат етті ма? Кейбір тарихшылар алдында тоже бір неден тиктоктан көріп қалдым, Рашидин деген тарихшы, сол кісінің жазбаларында азат етілді деп жазылған дейді. Мұхаммед Қашқар Дулатидің кітабында Тарихи Рашиди деген кітап жазған. Бірақ енді ол қалай басып алады? 40 мың әскер, Дулаттан құрылған 40 мың әскер отырарды бағындырған екен. Сонда өзім қазір қазақ деп айта берейікші, сонда қазақты барып өлтіріп сонда қиратып тастады деген ешкім сенбейді ғой. Бірақ бұл жерде Хорезмшах мемлекеті билікте отырғандар қыпшақтар. Бірақ түркілер биледі дегенімен, бірақ парсыланған мемлекет екен. Парсыланған, парсы тілінде, әдебиеті, мәдениеті де парсыланып кеткен екен. Енді былайша айтқанда, қайттан бұрынғы өзіміздің дәстүрді, бұрынғы өзіміздің жаңағы нені Шыңғыс хан қайтып алып келді ғой деп ойлаймын да. Негізі былай қарасаң, тарихты ешқандай ол не емес. Жаңа айттық қой, шашырап кеткен жаңағыдай ру тайпалардың барлығын басын біріктірген қаған ғой енді.
Моңғол империясы қазақ этносының қалыптасуына оң әлде теріс ықпалын тигізді ма? Моңғол империясы қазақ деген ұлттың қалыптасуына негізі өте ықпалы өте жоғары. Біздің қазір қазақ болып отырғанымыз сол Моңғол империясының арқасында ғой негізі. Бірақ негізі мен өзім тарихшы ретінде былай жеке көзқарасым ретінде Алтын Орда дейді ғой, жошы ұлысы. Былай қарап тұрсаң, оның да Алтын Орданың күйреуі, одан қазақ хандығының бөлініп шығуы да, былай қарап тұрсаң, таққа талас қой. Ол да таққа талас. Бірақ оның таққа талас себебі бар негізі бұл жерде ше. Алтын Орданың күйреуіне, Алтын Орданың жаңағы қазақ хандығының, қазақ руларының бөлініп шығуына себебі өте үлкен. Ол неге үлкен? Себебі Алтын Орда Моңғол империясынан бөлініп шықты ғой жеке мемлекет. Моңғол империясынан жеке мемлекет бұл бөлініп шыққан кезде Төленің ұрпақтары биледі ғой Моңғол империясын. Құбылай хан деген. Құбылай хан бұл Моңғол империясының астанасын Бейжіңге көшіру себебі ғой негізі. Ол қытайлана бастады да. Буддизмді қабылдай бастады халық. Содан ол жерден Шыңғыс ханның әулеті, Шыңғыс ханның ұрпақтары билігін әлсірете бастады. Сөйтіп билігін Құбылайдың билігі әлсіреді Құбылай қайтыс болғаннан кейін. Ол сөйтті да, қазіргі ойрат тайпасы бар ғой, жоңғар хандығы. Тұрды да Моңғол империясының құламауы үшін, Моңғол империясын сақтап қалу мақсатында ойрат тайпасы Моңғол империясының билігін өз қолына алады. Билігін өз қолына алады да біраз уақытқа дейін Моңғол империясын сақтап қалады олар. Қытайлардан құламауын, Қытайлардан қорғап біраз уақытқа дейін сақтап келеді да, ол аралықта жаңағы Шыңғыс ханның ұрпақтары күшейіп жаңағы ойрат тайпасына қарсы шығады. Ойрат тайпасына қарсы шыққаннан кейін ойрат тайпасы айтады, онда біз кеттік, барып біз одан да жеке мемлекет құрайық деген мақсатта олар жоңғар хандығын құрады. Ол жоңғар хандығы күшейіп әбден жетіліп болғаннан кейін олар тұрады да Алтын Ордаға қысым жасайды. Алтын Ордаға қысым жасаған кезде, ол кезде Әбілқайыр Шайбани тақта отырған кезең. Қазақтың қалыптасуына келе жатырық қой. Келеді, айтады, бізге салық төлейсің дейді. Жоңғарлар. Ал ол кезде қазіргі қазақ хандары мен Әбілқайырдың арасында онша диалог болмайды да, бір-біріне қарсылықтары көп болады. Халық пен биліктің арасында байланыс нашарлап кеткен кезең. Бұл Әбілқайыр тұрады да соғысудан, жаңағы қорғанудан қорқады да, саясат. Салықты төлейді. Сөйтіп жылқы бер дейді. Күшті қазақтың даласындағы жылқыларды әкетіп қалады. Оның соңында 13 жас пен 16 жас аралығындағы қыз салығын салады ол. Осы кезде Керей мен Жәнібек Әбілқайыр Шайбанға қарсы шығады. Ол кезде Ақжол би деген Әбілқайыр біздің Керей хан мен Жәнібек ханның кеңесшісі әрі ұстазы Ақжол би қарсы шығады. Ақжол би де осыны қайта айта береді Әбілқайырға. Осыны айта бергеннен кейін Әбілқайыр тұрады, Қобыланды батыр бар ғой, өзіміздің қара қыпшақ Қобыланды. Сонымен Ақжолдың екеуінің арасында іріткі салады да. Әбілқайырдың себебімен қара қыпшақ Қобыланды Ақжол биді өлтіріп қойды. Шоқпармен басынан ұрған деп айтады тарихтарда. Содан кім қара қыпшақ Қобыланды көшіп кетеді қазіргі Ақтөбе жеріне, Ырғыз дей ма, сол жерге көшіп барған екен, сол жерде қайтыс болған екен негізі. Қазақ хандығына қосылған деп кинода да көрсетеді, тарихтарда да жазады, негізі қосылмаған. Содан Ақжол би өлгеннен кейін жаңа қыз салығын салады, жаңа жылқы, мал салығы, неше түрлі ақша, алтындардың бәрі кете бергеннен кейін халық әлсірей бастайды. Халықтың күнкөрісі нашарлайды. Былайша айтқанда ашаршылық келіп қалғандай болады ғой. Бұны көріп отырған Керей мен Жәнібек Ақжол биді өлтіргеннен кейін онда біз бөлінеміз деп Арғын, Найман, Қыпшақ, кіші жүздің рулары бәрі бірігіп Моғолстанның патшасы Есенбұғаға келіп жер сұрайды. Моғолстанның Моғолстанның патшасына келіп жер сұрайды. Шу жақтан береді. Олар да Моғолстанда сол кезде жоңғар хандығының ықпалы күші Моғолстанға да әсер еткен екен да. Ал Моғолстан тұрады да бұл жерде
давай біз қазақ хандығына жер береміз қазіргі. Ана селжуктар Османға берген сияқты болып тұр ғой, Иә. Жер берген сияқты болып. Сондай жоқ, жер береді, қандай мақсатта береді? Моғолстан мемлекетінің солтүстігін жоңғарлардан қорғайды деген мақсатта береді. Иә. Ана селжуктарда да сөйтіп берді ғой. Иә. Аналарда жасы батыста жаңа кіре жорықшыларынан қорғану үшін деген сияқты берді. Иә. Мына жерде де сол шекараға қорғаушы ретінде берді. Жетісу өңірін берді деп айтады. Негізі қазір Шу мен Сырдарияның мойнына дейін. Қозыбасы деген жерде хан сайланды деп айтады. Енді нақты дерек жоқ, бірақ солай айтылады. Бірақ қазақ хандығының ең алғашқы астанасы Созақ қаласы. Созақ, Созақ қаласы. Сол жерден бастап қазақ хандығы күшейе бастайды. Моғолстан мемлекетіндегі ұлы жүздердің құрамы да қазақ хандығына кіреді. Бұл жерде де жаңа дулатты айта берді деп айтатын шығар. Бірақ сол именно дулаттың ықпалы өте үлкен болады. Именно жаңағы дулаттардың жерінде қазақ хандығы құрылады ғой. Иә, негізі былай дулаттардың жерінде қазақ хандығы құрылады. Ол қазақ хандығы құрылған кезде сол жердегі ұлы жүздің тайпалары, ұлы жүздің руларын барлығы сол қазақ хандығының құрамына бірден енеді сол жерде. Ақтабан шұбырында бұл ұлттық трагедия. Ақтабан шұбырында сол бұл туралы не білу керек? Бұл туралы енді бұл жерде сол жоңғар шапқыншылығының кесірінен ғой, 1711 жылдар ма 14 жылдары Тұтқиылдан шабуылдауының кесірінен бірден кіреді. Содан қазақтар босып кетеді ғой жан-жаққа. Бұл 3 жыл ма 4 жылға дейін созылады. Иә. Енді қараңыз, бірақ жоңғар империясы, қалмақ хандығы, жоңғар хандығы құрылған кезде, қазақ даласына шапқан кезде қазақтардан 3 есе аз болған екен саны. Бірақ жаңа экономикасы мықты болған, әскери күшті болған, сауыт саймады, анаусы барлығы күшті болды. Оларда ұйымшыл да болды. Отты қару, ұйымшылдығын білмеймін, бірақ отты қарулар да болды ғой оларда. Зеңбіректер болды, пілтелі мылтық деген сияқты. Оның барлығы жаңағы біздің солтүстіктегі көршімізбен, сол шығысымыздағы көршіміздің қолдауымен болған дүние ғой. Шығыстағы көршіміз қазіргі солтүстіктегі көршіміз екеуінің қаржыландыруымен, екеуінің қару-жарақ беруімен бұл жерде қазақ пен жоңғар екеуі негізі туыс халық қой, бір халық. Мәдениеті де бір, салт дәстүрі де бір, көшпенді мәдениеті деп айтамыз ғой. Иә, бір. Соның барлығы бір. Бірақ діні бөлек, Бұл жерде де сол дін мәселесі ойнайды. Негізі үлкен рөл атқаратын сияқты. Үлкен. Қазақ пен жоңғарды екеуін бөлген себебі жаңа басында айттым ғой. Құбылай хан Бейжіңге көшірген кезде Будда дін тарата бастады халыққа. Сол кезде жоңғар хандығы Будда дінін қабылдап кеткен. Ал ол заманда біз оңтүстік жақ, негізі орталық, негізі қазақтың даласы негізі барлығы уже исламға кіріп болған кезең негізі. Бірақ мемлекет басшылары, мемлекет әлі сол кезде исламды толық мойындамаған кез ғой. Бізде ислам мемлекеті, таза ислам мемлекеті, Қарахан мемлекеті, одан кейін 13 ғасырдағы Өзбек ханның уақытысында Өзбек хан ислам мемлекеті, Алтын Орданың ислам мемлекеті қылып жариялаған. Осы екі кезең негізгі ислам мемлекеті. Енді бұл жерде жаңағы қазақ пен жаңағы жоңғарды бөлген біріншіден дін, екіншіден жаңағы көршілердің аз халықты қаржыландыруы, жаңа қару-жарақ беруі, ол 3 есе аз жоңғар, өзінен 3 есе көп қазақты Тұтқиылдан шабуыл жасаған кезде қазақтың 5-тен 3-ін деп айтады, кейде 5-тен 4-ін деп айтады, жартысынан көбін негірек қырып тастаған екен қазақтың. Жоңғар шапқыншылығында жаңа Ақтабан шұбырында Алқабек ұстама кезінде қазақтар қырылып қалған екен негізі. Өте көп қырылған екен. Біздегі ең үлкен трагедия осы. Ақтабан шұбырында 1734 жылы ма сол жылы жаңа Төле бидің бастауымен батыстағы Әбілқайыр хан, кіші жүздің ханы, солардың бастамасымен 300-дің басы Ұлытауда бірігеді. Сол жерден бастап жоңғарлардан азат ету басталынады. Сол неден кейін, Ақтабан шұбырындадан кейін. Сонда қазақтардың 300-і ұйымшылдығы әлсіз болып тұр ғой, Егер бұл жерде қазақтардың 300-інің бірліктері күшейген болған болса, баяғыда азат етілуші еді ғой жоңғарлардан. Бұл жерде енді қазақтардың бөлінуі деп мен айта алмаймын. Бұл жерде биліктің бөлінуі ғой.
төре тұқымдары. Қазақтардың емес, сол биліктің, иә? Биліктің әрине. Мысалға қазір Атырау қаласы, Сарайшық қаласы қазақ хандығының астанасы болған ол да. Сол жерде хан отырады, орталыққа бір сұлтанды басқарады. Қазір Ташкент қаласына бір сұлтанды қояды. Олар тұрады да сол жердің экономикасымен өздерін қаржыландырып, әскерін күшейтіп, бір-біріне бағынбай кеткен кездер болған да. Сөйтіп сол биліктің кесірінен біз 300-ді 3-ке бөліп алып басқарған кездер көп та. Сол жаңағы Ақтабан шұбырындыдан кейін жаңағы Төле би, Әйтеке би, Қазыбек билердің бастамасымен, солардың жаңағы бірігуімен, содан қазіргі Ұлытау жерінде 300-дің басы бірігіп, сол жерден бастап жоңғар хандығына соққы бере бастайды. Абылай хан мен жоңғарлардың арасындағы дипломатия жайлы не айта аласың? Абылай хан мен жоңғарлардың дипломатиясын айта алмаймын, бірақ қалдан серенге қатты ұнаған дейді Абылай хан. Тілге шешен болған ғой енді ол да. Батыр болған. Одан кейін жаңа досы бар. Кімнің? Абылай ханның жоңғарлардың ішінде. Солармен жақсы дос тіл табысудың арқасында жоңғар шапқыншылығын кішкене тежейді деп айта аламын да. Абылай ханмен. Жоңғарлар 1756 жылы жойылмаса, қазақтардың тарихы қандай болушы еді? Жоңғарлар жойылмаса, айта алмаймын. Сол жоңғарлардың, олар да жаңағы қалдан сереннің қайтыс болуымен олар да әлсірей бастады. Оларда да таққа талас басталды. Өзара. Мына жақта Абылай хан жаңағы өзінің досын не қылады, қолдайды. Ана жақта басқалар бір-бірін қолдайды. Сөйтіп бір-бірін қолдап жүріп, олар да әлсірейді. Сол сәтті пайдаланған қазақ хандығы оларға күшті соққы береді. Біріншіден Ташкент жақтан бастап босатады. Ташкент жақтан жаңа Қабанбай барады, шығыс жаққа Бөгенбай батыр барады. Солай. Қазіргі айтып жүрген батырларымыздың барлығы сол кезде көзге түскен батырлар ғой. Иә. Райымбек батыр бар. Керей мен Жәнібек қазақ хандығын құрған кезде 1465 жылы. Сол уақыттағы ең маңыздылығы неде? Маңыздылығы? Әбілқайыр Шайбанды бірінші тақтан алғысы келді бұлар. Тақтан аламайтынын білгеннен кейін қазақ сол кездегі Алтын Орданың халқы тозып кеткеннен кейін, әлсіреп кеткеннен кейінгі халықты құтқару мақсатында деп айтады. Революция ғой былай. Иә. Революция жасаған адамдар ғой. Содан бөлініп, халықты бөліп алып келіп, қазіргі Шу маңына келіп орнап солай қазақ хандығын құрған адамдар. Қазақ сөзінің шығу тегі туралы сенің пікірің? Менің пікірім, сол Алтын Ордадан халықты босатып алу мақсатында, еркін болу мақсатында, сол кезде баласын, еншісін беріп шығарған кезде де қазақ болды деп айтқан екен де. Біз болды, еншімізді алдық, біз еркін болдық деп, біз қазақ боламыз деп сөйтіп шығып бөлінген деп айтады кейбір деректерде. Мен солай ойлаймын өзім сол. Біз еркін болдық, еркін адамбыз, қазақ мемлекеті, еркін мемлекетпіз деген сияқты мақсатта осылай қойылса керек. Осы ботай мәдениетінен бері, жаңағы тас мыс дәуірінен бері тарихта ең маңызды сабақ қандай деп ойлайсың? Бөлінбеу деп ойлаймын негізі. Иә. Сол бөлінудің кесірінен біз опық жеп жатырмыз ғой қаншама тарих бойы. Мысалға 300-ге бөлінген кезде жаңа жоңғар шапқыншылығына ұшырадық. Батыс ғұн империясы, шығыс ғұн империясы, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты болып бөлінген кезде де осы әлсіреулердің кесірінен басқа да сырттан келген жауларға жеңілдік қой негізі. Сол негізі бірлік керек деп ойлаймын да негізі. Билікте де бірлік керек. Билікте де, халықтың арасында да, барлығында. Қазір мысалға бізде ой, ана ру мықты, мына ру мықты деп айтып жатады ғой. Негізі бәрі түбі бір ғой негізі. Бір халық бір уақытта шыққан тайпа мен руларда менің руым анау, менің руым мынау деп бөлінеді да. Мен шежіренаманы құрастырған кезде мен ол руға бөлінейік деп құрастырған жоқпын ғой. Мен ана өзінің тарихын өзіне жеткізіп беру мақсатында соны құрып едім. Иә. Енді адамдар ойбай менің тарихым мынандай, ананың тарихы анандай деп бір-бірін кемсітіп, бір-бірін өздерін биік санап сөйтіп жатыр да. Бүгінгі жас ұрпаққа тарихты неге оқу керек деп ойлайсың, Әбеке? Бүгінгі жас ұрпаққа тарихты сол өткеннен сабақ алу үшін оқу керек деймін. Білім мен ғылымға көңіл бөлу керек, мәдениетке көңіл бөлу керек. Сол үшін оқу керек деп ойлаймын.
біздің қазақтың даласында мәдениетте ғылымда өте үлкен дамыған ғой негізі. Өте мықты болған, мәдениеті де өнері де ғылымы да барлығы өте керемет болған. Ол керемет болатындай себебі бар. Себебі бүкіл сауда жолдары біздің жерден, біздің мемлекеттердің арасынан өткеннен кейін қай мемлекет қандай жағдайда өмір сүріп жатқаннан кейін сол мемлекетке адамдардың барлығы қызығады ғой негізі. Өнер білім де сол жерге келеді, технология да сол жерге келеді. Алғашқы технологиялар да, алғашқы жетістіктер де сондай жерлерден пайда болады. Қазір мысалға бәріміз Еуропа мен Америкаға қызығамыз да. Сол жаққа барғымыз келеді. Ал сол орта ғасырда түрік қағанаты кезінде де, түргеш қағанаты кезінде де, Шыңғыс хан империясы, қазақ хандығының кезінде де біздің осы орталық Азия дамыған үлкен мемлекет болды. Содан басқа жақтардың да өнер ғылымдары бізге қызыққан. Біз жалпы негізі мәдениеттің бастауы ғой бұл жер негізі. Сол үшін оқу керек, сол үшін тарихты қызығу керек, технологияны игеру керек, мәдениетті көркейтуіміз керек, өзіміздің қайдан шыққанымызды ұмытпауымыз керек. Сол үшін оқуымыз керек. Қазір сен өзің айтып отырсың ғой, бұрында жаңағы қазақтар руға бөлінген деп ше, тайпаға бөлінген, сонысын әлі күнге шейін қоймайды деп ше. Рудан да бөлек қазір тәңіршіл деп бөлінеді. Араб құл деп бөлінеді. Ол бөліну көбейіп жатқан сияқты керісінше. Қазір тәңіршіл дегендер негізі аз ғой олар. Бірақ аз болған. Атеист деп бөлінеді қазір. Енді атеист анау мынау дін жағынан енді мен білмеймін, бірақ тәңіршіл деп біздің қазақтар тәңіршіл болған, анау болған дегенге мен өзім келіспеймін. Кім біледі ол тәңіршіл? Онда неге наймандар Шыңғыс ханның заманында христиан болып жүр? Тәңіршіл болса. Мысалға ол кезде Шыңғыс хан көк тәңірге табынған деп айтады, ал Найман мен Керей христиан дінін ұстанады. Ал біздің оңтүстік жағымыз ислам дінін ұстанады. Сонда кім бұл жерде тәңіршілдер? Үлкен сұрақ тұр дейсің ғой. Иә. Бізге анау күнге табыну, отқа май құю, отқа бірдеңе қылу дегеннің барлығы бұл парсы мәдениеті. Біз парсылармен қатты етене жақын болғаннан кейін олардан бәрі бізге енеді. Мысалы біздің 22 наурыз деп жүргеніміздің өзі парсылардың мерекесі. Бірақ мен енді 22 наурызға қарсы емеспін, тойлағым келеді. Жақсы мереке негізі. Жылдың бастауы. Бүгінгі подкастымызды қорытындылайық. Көрермендерге соңғы сөзің. Көрермендерге соңғы сөзім, жалпы шежіренама деген жобаны құрушы ретінде, соның авторы ретінде айтатыным, мен шежіренамада бір рудың тарихын, бір рудың шығу тегін туралы салған кезде, ана ру анандай еді, мына ру мынандай еді деп бөлінбестен, керісінше бірігуге әрекет жасау керек. Мына ру мынандай болған екен ғой, менің руым қандай болған екен деген қызығушылықтарыңызды оятыңыздар деп айтам. Тарихты оқыңыздар, тарихтың мәдениетін, сол кездегі технологияны оқыңыздар. Қазіргі технологияны дамытуға кішкене үлес қосыңыздар өзіміздің жердегі. Просто руға бөлінбеңіздерші, өтініш. Барлық қазір Қазақстандағы барлық ру бір уақытта шыққан, бір тектен шыққан, бәріміз бір сақтан шықтық, бәріміз бір ғұннан шықтық, бәріміз сондай болдық. Ана ру анадан мықты, мына ру мынадан мықты, менің түрім басқа, менің генім басқа емес. Қазір ДНК-лық сараптамалар бойынша да негізі біздің жаңа геніміз бір болып жатыр ғой. Сүйегіміз де, геніміз де бәрі. Тарихи Б дей ма, Б тобы дей ма? Жалпы тарихи тізбегіміз бір дейсің ғой. Иә, тарихи тізбегіміз бір. Ол кезде сол ботай мәдениетінен бері қарай құрылып келіп жатырған неше түрлі мемлекеттер бар, неше түрлі тайпалар бар. Оның барлығы осы жерде өмір сүріп жүрген тайпалар ғой. Осы жерде өмір сүрген елдер, біреу жоғары жақтан келген жоқ, біреу төмен жақтан келген жоқ деген сияқты. Барлығы осы жерде өмір сүріп, осы жерде қалыптасып, әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатқан халықпыз. Шежіренама жобасының болашақ жоспары қандай? Шежіренаманың болашақ жоспары ең маңызды, менің жеке жоспарым, жаңағы қазақтың шығу тегі тарихы кітап жоқ екен бізде. Мен сол тарихтың тізбегін түгел бәрін әдемілеп жазып, елге оқуға, түсінуге оңай қылып жеткізіп бергім келеді. Ең маңызды мақсатым сол. Одан кейін шежіренаманың тағы бір басты мақсаты біздің қазақтың тарихын бүкіл қазақтарға, бүкіл халыққа түгел жақсылап жеткізіп, ұғымды етіп жеткізіп беруді қалаймыз біз. Бөлінуді қаламаймыз.
біріктіру мақсатында, иә, бір-бірімізді қолдау мақсатында осы жобаны ұйымдастырдық. Әбеке, онда қойған мақсаттарыңа жете бер. Шежіренама жобасының жемісін көр. Рахмет. Келесі жобаларда кездесе берейік. Құрметті көрермен, бүгінгі подкаст сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Міндетті түрде пікір жазып отырыңыздар. Пікірлеріңізге жауап беретін боламыз. Статистика бойынша біздің арнамызды 90% адамдар жазылмай көреді екен, сондықтан жазылып қойыңыздар, лүпіл басыңыздар, жаңағы қоңыраушаны басыңыздар. Келесі эпизодта кездескенше, бүгінгі біздің қонақта болған тарихшы Шежіренама жобасының авторы Абай Орақбай. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Келесі кездескенше, достар.